Қайырлы қымбатты достар, менің атым Рита Қуатова, Ақтау қаласында тұрамын. Мен қазір сіздерге фармаси компаниясы туралы айтқым келіп тұр. Фармаси ол тіркелу тегін. Және де 45-75% скидка аласыңдар. Дым алмасаңыздар да, тіркелген бойда. Тіркелу өте оңай. Фамилия, имя, тек почтасын жазып отырасыз, өзіңізге ссылка келеді. Енді кейбір сұрақтар болса да, заказ бергілеріңіз келсе, тіркелген ссылкалардың астында жоғары жағында спонсорыңыздың нөмірі тұрады. Сол нөмірге хабарлассаңыз болады. Енді қараңыздар. Фармаси компаниясы түркиялық халал сертификаты бар, GMP сертификаты бар заңды компания. Қазіргі таңда Белоруссия елінде заңдастырылған. Мен өзім осы Белоруссияның структурасында. Кейін Қазақстанда адамдар көбейген кезде Қазақстаннан да представительство ашу жағы қарастырылып жатыр. Енді мен айтқым келіп тұр. Бұл енді онлайн бизнес болғандықтан, бұны әркім өзі үйінде отырып, тіркеліп, үйінде тұрып заказ бере алады. Енді мысал айтқанда, біздерде шампунь, мына шампунь против перхоти деп айтылады, чесноком, және де тағы шампунымыз бар, чеснокпен. Енді осы шампуньдармен ақ сіз миллионер бола аласыз. Себебі мына шампуньды мен алып кеткен адамдар барлығы рахмет айтып, кері қайтадан алып жатыр. Қазіргі таңда айына 3-4 миллион товарооборотты ойланбай жасап отырмыз. Себебі мына шампуньның ер адам болсын, әйел адам болсын, желке жағында жаралар болады, иә. Соған дифтерияны дейді, аптечный нелер жатыр, оның иісі де жаман, білмеймін, атын да дұрыс айта алмаймын неде осы. Соның иісі де жаман, оның ваннаға прям пакетпен тығып қоясыз. Мен просто бір семьяны білем, сондай шампунь сабындар амал жоқ күйеуінің нешісін. Ол семьяны алды, қазір желкесінде вообще жара қалмаған. Мен өзім лично шашым сұйық, бірақ қазір уже бір 4 ай болды осыны жуып атқанымда өте жақсы өзімнен байқаймын да. Біріншіден түсуін доғарды. Түсуі доғарған соң, яғни оның өсуі жақсы болды. Мен парикмахерскийге бұрын 6 айда бір барады дедім, жай өседі. Мен уже қазір 2 айда бір барып жатырмын. Парикмахерский қызым айтады, сен не тез келіп қалдың дейді. Ол шашым өсіп жатыр, ұзындығы. Енді қазіргі жұмыс жасап жатқаным шашымның объемы. Бірақ қазір бұрынғыдай емес, ырсиып тұрмайды, жақсы. Енді өзім білем ғой, өзім жайымды.